My name's Huggy Wuggy, body fuzzy and cuddly. Don't you wanna come and hug me day and night. Сәлем достар, менің есімім Ақсәуле және сіздер тоқу каналындасыздар. Бүгін мен сіздерге осындай хаги-ваги ойыншығының тоқу әдісін көрсететін боламын. Тоқу үшін бізге ең алдымен жіптер қажет, көк және сары түсті. Жіптердің метражы 100 грамм 200 метрге. Және де бізге 2-75 номерлі ілмек, қайшы және ине қажет. Көзін, аузын, тістерін ақ және қара түсті фетр матадан тігеміз. Мұнда мен тоқу әдісін жазғанмын. Егер керек болса, скриншот жасап өздеріңізге сақтап алсаңыздар болады. Барлығы түсінікті болса, онда тоқып бастайық. Ең алдымен біз ғажайып шеңбер жасаймыз және осы шеңбердің ішіне 6 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Және де екінші қатарымызда біз осы 6 столбик без накидамды 2 есеге көбейтіп тоқимыз. Яғни әрбір столбикке 2 столбик без накидамнан. Және қатарды бастамас бұрын осылай жіпті қойып қоям, ол маркерге қарағанда өте ыңғайлы. Бірінші петляма 1 столбик без накида тоқыдым. Енді тағы 1 столбик без накида тоқим. Дәл осылай барлық петляларға 2 столбик без накидамнан қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Қатарды бітірдім, енді 3-ші қатарды бастайым. Жіпті қойып қоям осылай. Енді бірінші петляма 1 столбик без накидам, тағы 1 столбик без накидам тоқим. Келесі петляға 1 столбик без накидам. Яғни бірінші петляға 2 столбик без накида, екінші петляға 1 столбик без накидамнан қатардың соңына дейін тоқып шығам. 3-ші қатарымды бітірдім. Менде 18 столбик без накида болды. Енді 4-ші қатарға келдік. Осы 4-ші қатардан бастап біз 5 қатар өзгеріссіз әр петляға 1 столбик без накидамнан тоқып шығамыз. Енді келесі қатарымызда біз қысқарту жасаймыз. 1 столбик без накида тоқимыз. Және де келесі 2 столбикті бірге қосып тоқып жібереміз. Неке өрімнің шеткі петлясына жіпті алып шығарамыз. Екінші өрімнің шеткі петлясынан жіпті тартып алып шығамыз. Барлығын бірге қосып тоқып жібереміз. Және де келесі петляға тағы 1 столбик без накидан тоқимыз. Және тағы қысқарту жасаймыз. 2 петляны бірге қосып тоқып жібереміз. Видеодағыдай қылып. Осылай қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Мінекей соңғы 2 петлямыз қалды. 2 петляны бірге қосып тоқимыз. Аяқтағанда көк жіппен аяқтап петляларды жабамыз. Енді 9-ші қатарымыз бітті. Келесі қатар 10-ші қатар. 10-ші қатардан бастап 40-ші қатарға дейін өзгеріссіз 12 столбик без накида тоқып шығамыз. Әр петляға 1 столбик без накидамнан. Және де жіптің екінші шетін осылай тоқып жатқан кезде ортасына мен сияқты тығып тастасаңыздар болады. Қазірден бастап аяқтың ішіне синтепон толтырып сала берсеңіздер болады. Кішкене тоқылып ұзындығы үлкейген сайын ішіне синтепон салып отырыңыздар, ұмытпай. Неке мен 2 аяғында тоқып болдым. Бір аяғына 4 воздушный петля тоқим. Және осы воздушный петляны екінші аяғына столбик без накида тоқып жалғаймын.
Ол үшін мына екінші аяғындағы соңғы петлясын аяғына дейін аяқтамай, осылай екі петляны қалдырамыз. Оның аяғын тоқитын жіппен тоқып аяқтап жібереміз. Осылай жіпті шығарамыз екі петлядан. Және де ілмектегі воздушный петлядан да шығарып жібереміз. Болды. Енді бізде аяқта 12 столбик без накида, сол 12 столбик без накиданы айналдыра тоқып шығамыз. 12 столбик без накида тоқып болдым. Енді воздушный петляға келдім. Енді ол воздушный петляның біз өрімнің бір шетіне ғана ілмекті салып тоқимыз. Мен жоғарғы шетіндегі жіпке ілмекті салып, столбик без накида, 4 столбик без накида тоқим. 4 воздушный петляға. 2, 3, 4. Енді екінші аяғын тоқимыз. Онда да 12 столбик без накида айналдыра тоқуға керек. Мұнда тұрған ең соңғы петлямыз. Соның астындағы петляға ілмегімізді саламыз. Петляның өрімнің бір шетіне және де келесі шетіне өрімнің келесі петляны жіпті алып шығарамыз. Осылай бірге тоқып жібереміз. Бұл арасында диск қалып қалмас үшін солай нығыздап тоқу үшін қажет. Енді айналдыра тоқимыз. Мінекей 12 столбик без накида тоқып болдым. Енді воздушный петляның бір шеті тоқылған еді. Екінші шетін тағы да солай столбик без накида, 4 столбик без накида тоқып шығамыз. Өрімнің екінші жібіне. 1, 2, 3, 4. Қатарымыз бітті осымен. Енді арасына осылай жіпті салып қоямыз, қатардың басын білу үшін. Ары қарай келесі қатарды осылай өзгеріссіз тоқып шығамыз. Мінекей мен өзгеріссіз 32 петля қылып 8 қатар тоқып шықтым. Осылай егерде қателесіп кеттім десеңіздер, айналдырып санап шықсаңыздар болады. Сол санаған кезде сіздерде 16 петля болады. Арты мен алдында. Енді 9-шы қатарымызды тоқимыз. 9-шы қатарда біз екі шетінен екі қысқарту жасауымыз қажет. Қазір жай ғана столбик без накида тоқып шығамыз бірінші шетіне жеткенге дейін. Мінекей мен шетіне дейін тоқыдым, бір жанына дейін. Енді осы жанындағы екі петляны қысқартып бірге тоқып жіберем. Өрімнің шетіндегі жіптерін, осы екі жіпті бірге қосып тоқып жіберем. Столбик без накида қылып. Және де әрі қарай екінші жанына жеткенше столбик без накида тоқып шығам. Екінші шетінде тоқып болдым. Енді қысқарту жасайым. Өрімнің шеткі жібін және де келесі петляның өрімнің шеткі жіптерін бірге қосып столбик без накида тоқып жіберемін. Осы қатарды аяғына дейін тоқып болған соң 10-11-ші қатарда тағы қысқарту жасап дәл осындай қылып тоқимыз.
Содан кейін 12-ші қатарда өзгеріссіз, 13-14-ші қатарда тағы қысқарту жасаймыз, және 15-ші қатарда өзгеріссіз тоқып шығамыз. Мінекей, мен 15-ші қатарымды бітірдім. Енді 16-шы қатарымды тоқып бастаймын. Бұл қатарда мен әрбір 2 петляны бірге қосып, қысқартып тоқып жіберемін. Сонда петлялар саны 2 есеге азаяды. Бірге қосып тоқығанда мынау шеткі жіптерден ілмегімізді өткізіп, бірге столбик без накида тоқып жібереміз. Қатардың соңына дейін өз беттерінше осылай қысқартып тоқып шығасыздар. Біз хаги-вагидің денесін тоқып болдық, аяғын денесін. Енді ішіне синтепон салсақ болады, нығыздап. Және де нығыздау үшін осындай үлкен темірмен немесе ілмекпен ішіне нығыздап салып жіберсеңіздер болады. Енді хаги-вагидің басын тоқуға кірісеміз. Басын тоқыған кезде біз әрбір петляға 2 столбик без накидамнан тоқып шығамыз. Яғни петлялар санын 2 есеге көбейтеміз. Мінекей, мен 2-ші петлямды 1 столбикке тоқып жатырмын. Және де қатардың соңына дейін дәл осылай барлық петляға 2 столбик без накидамнан тоқып шығамын. Бірінші қатарымды тоқып болдым. Енді 2-ші қатарды тоқуға кірісеміз. 2-ші қатарда бірінші петляма 2 столбик без накида тоқим. 1, 2. Екінші петляға 1 столбик без накида. Осылайша бір петля сайын біз прибавка жасап отырамыз. Әрі қарай қатардың соңына дейін дәл осылай тоқып шығамыз. Мен 2-ші қатарымды тоқып болдым. Енді 3-ші қатарды тоқим. Бұл қатарда 1-ші петляға 2 столбик без накида тоқимыз, прибавка жасаймыз. Және де осы прибавкадан кейін 2 столбик без накида тоқимыз. Қайтадан прибавка жасаймыз. Осылай қатардың соңына дейін прибавка 2 столбик без накида, прибавка 2 столбик без накида тоқып шығамыз. 3-ші қатарды тоқып болдым. Енді 4-ші қатарды тоқим. Бұл қатарда 1-ші петлямызға тағы 2 столбик без накида тоқимыз, прибавка жасаймыз. 1, 2, және прибавкадан кейін 3 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3. Осылай қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Прибавка 3 столбик без накида, прибавка 3 столбик без накида қылып. Мен 4-ші қатарда тоқып болдым. Енді әрі қарай 5-ші, 6-ші және 7-ші қатарларды өзгеріссіз әр петляға 1 столбик без накидамнан өз бетімізше тоқып шығамыз. 5-ші, 6-ші және 7-ші қатарымызды тоқып болдым. Енді қысқарту қатарымда алғашқы 2 петляны қысқартам, столбик без накида қылып. Сол қысқартудан кейін тағы 3 столбик без накида тоқим. Енді тағы қысқарту жасаймын. 2 петляны бірге қосып тоқып жіберем. Және тағы 3 столбик без накида тоқим. Осылай қатардың соңына дейін кезекпен 3 столбик без накида қысқарту тоқып шығамыз.
8-ші қатарымды тоқып болдым. Енді 9-10-ші қатарды өзгеріссіз әр петляға бір столбик без накидамнан тоқып шығамыз. 9-10-ші қатарларды тоқып болдым. Соңғы қатарда хаги-вагидің басын төбесін жабуымыз керек. Ол қатарды бастамас бұрын мен мына шетке дейін столбик без накида қылып өзгеріссіз тоқып шығам. Мінекей мен мына шетіне дейін тоқып болдым. Енді әрі қарай біз қатарды жабуымыз керек. Ол үшін келесі петля мен жаңа тоқып болған соңғы петлямызға мына петляны екеуін қосып столбик без накида тоқып жіберуіміз керек. Осылай екі петляға ілмекті саламыз. Сөйтіп бірге столбик без накида тоқимыз. Бірге қосып жібереміз. Жіпті тартып алып шығамыз. Петляны жабамыз. Келесі столбик без накиданды да солай артқы петлямен қосып столбик без накида тоқимыз. Ал келесі 3-ші петлядан бастап біз соединительный столбик жасап жібереміз. Осылай соңғы екі петля қалғанша соединительный столбиктер тоқимыз. Және тоқу барысында шамамен ортасынан асқан кезде ішіне синтепон салып жіберсеңіздер болады. Мінекей мен хаги-вагидің басын осылай төбесінен дәл ортасынан тіктім ішіне қарай. Жаңа басының астыңғы жағынан жіпті шығарып 2-3 жерден тіктім. Мына шетінен, ортасынан және арғы шетінен. Сол кезде басы кішкене хаги-вагидің басының формасына ұқсайды. Енді қазір хаги-вагидің қолын тоқитын боламыз. Ол үшін біз ғажайып шеңбер жасап, осы ғажайып шеңбердің ішіне 6 столбик без накида тоқимыз. Тоқып болғаннан кейін жіпті қаттырақ тартып, екінші қатарымызды бастаймыз. Екінші қатарда біз әрбір столбикке 2 столбик без накидамнан тоқимыз. Бастамас бұрын осылай жіп қойып аламыз. Осы екінші қатарда бізде бар болғаны 12 столбик болады. Бірінші петляға қазір 2 столбик без накида тоқим. Және ары қарай қатардың соңына дейін барлық петляларға 2 столбик без накидамнан тоқып шығам. Мен екінші қатарымды тоқып болдым. Енді 3-ші қатардан бастап 5 қатар өзгеріссіз бір столбикке 1 столбик без накидамнан тоқып шығамыз өз бетімізше. Мен 5 қатар өзгеріссіз тоқып шықтым. Енді 8-ші қатарда қысқарту жасаймыз. Алғашқы петлямызды 1 столбик без накида қылып, одан кейінгі петляны, 2 петляны қосып тоқып жібереміз. Аяғын тоқығандай, қолында дәл осылай сондай тәсілмен тоқып шығамыз. Қатардың соңына дейін 1 столбик без накида қысқарту, 1 столбик без накида қысқарту қылып тоқып шығасыздар. Мінекей мында соңғы петляны көк жіппен жабамыз. Және әрі қарай өзгеріссіз көк жіппен 30-ші қатарға дейін өз бетімізше тоқып шығамыз. Тоқу барысында ішіне синтепон салып тұрамыз, бірақ синтепонды қатты нығыздап салмаймыз. Себебі ол қолды тіккен кезде қолы шошайып әдемі емес болып көрінеді. Кішкене қолын бостау қыламыз, өйткені қолды кішкене майыстырып қозғауға келу үшін. Және қол денесіне тіккен кезде қатты шошайып тұрмайды.
Сондықтан аз салыңыздар синтепонды. Мен бір қолын тоқып болдым. Тоқып болғаннан кейін мынау қатарларды жабамыз. Бірге қосып тоқып жіберіп, келесі петлямен тоқылатын. Және тоқылған соңғы петляны бірге қосып тоқып жібереміз. Және де келесі петляларды да дәл осылай қосып столбик без накида қылып соңғы петляларға дейін тоқып шығамыз. Және тігуге кішкене жіп қалдырып қатарда жабамыз. Екінші қолын да дәл осылай тоқисыздар. Мінекей екі қолын да тоқып болдым. Ішіне синтепон аз салдым. Аз салған кезде осылай қолын майыстыруға келеді. Жаңа қолы эластичный болады. Және де бұл екі қолын жаңа денесінің мойнының жанына шамамен осы жерге келтіріп осылай тігемін. Көзі үлкен инемен, қарапайым инемен тігіп шығасыздар. Ары қарай өздеріңіз. Қолды мына видеода көріп отырғандай мойнын бір жанынан салып, екінші мойнын жанынан шығарып, қаттырақ тігіп қоясыздар. Ары қарай аузын тігеміз. Аузын ақ және қара түсті фетр матадан осындай қағазға эскизін салып алып, сол эскизбен сызып матаға осылай қырқып аласыздар. Әуелі қара матадан аузын, одан кейін үстінен тісін. Сөйтіп сызып алып, булавкамен, қадағашпен қадап қоясыздар да, үстінен қарапайым ақ түсті жіппен жаңа басына жалғап тігесіздер. Мен аузын тігіп болдым. Енді ернін осылай воздушный петлялардан ернін тоқисыздар қызыл жіптен керекті ұзындыққа дейін. Үстінен салып өлшеп көресіздер. Негізі жіптің шетін жаңа қырқпай осылай соңғы петляларды қалдырып қойған дұрыс. Жетпей атса тағы воздушный петля тоқып жібересіз. Астыңғы аузының астыңғы жағынан бастаймыз. Қызыл жіппен тігеміз, ине жіппен. Осылай жаңағы аузының жанына тақап воздушный петляларды жай ғана қарапайым ине жіппен айналдыра тігіп шығасыздар. Ерінді көктеу тігісінің әдісімен тігеміз. Жай ғана қарапайым инені осылай өткізіп, үстінен қарапайым тәсілмен осылайша тігіп шығасыздар. Ерін түгелдей тігіп болғаннан кейін тағы бір рет үстінен көктеп тігіп шықсаңыздар болады қайталап. Және де қалған жіптерді, мына қызыл жіптерді инеден өткізіп тығып тастайсыздар. Және де мен тігіп болғаннан кейін жаңа еріннің үстінен тағы қызыл жіпті алып, соединительный столбик жасап, осылай соединительный столбиктерден бір қатар тоқып шықтым воздушный петлялардың үстінен. Сол кезде ерні кішкене объемный болып, әдемі болып көрінді. Сіздер де қаласаңыздар, мен сияқты үстінен тағы бір қатар соединительный столбик тоқып шықсаңыздар болады. Енді көзін тігеміз. Ол үшін мына ақ фетрді дөңгелек етіп қырқып аламыз, ал қара фетрді овал формасымен қырқамыз. Немесе өздеріңіз қалағанша басқаша жасасаңыздар да болады. Бұл көзді мен қарашығынан қара жіпті өткізіп, айқастырып крестик қылып тіктім денесіне. Сіздер қаласаңыздар ақ фетр матанында да тігіп бекітсеңіздер болады. Мен тек қара матадан ғана X қылып тіктім. Және де егерде сіздерде арнайы клей болса, клейлеп қойсаңыздар да болады. Менде
клей болмады, сол себепті мен жіппен тігіп шықтым бәрін. Сіздер өздеріңіз қалағаныңызша жасайсыздар. Мінекей менде осындай ойыншық шықты. Мойнына қызыл лента байлап қойдым. Сіздер басқа лента байласаңыздар болады. Негізі түсі лентаның көк болу керек. Енді ұзындығын өлшеп көрейік. Ұзындығы менде шамамен 31-32 сантиметрдей болып шықты. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер де менің видеом ұнап жатса, келесі экрандағы видеоны көріңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.